көрдіңіз бе, сіз де қателесіз екенсіз. Жақсы. Демек сіз менің ойымды, Иә. пиғылымды дұрыс түсінбей тұрсыз. Сіз түсініңіз. Мен билікпен күрескеніме көп жыл болды. Күрес үлкен. 30 жыл Қазақстанды кім тонады? Қазақтар тонады. Бір күні келер, оны айтармын да, жазармын да. Қазір әлі ерте айтуға. Қазір әлі ерте айтуға. Түсінетін адам түсінеді, түсінбейтінге керек емес. Тесттер жарылады, құбырлар жарылады. Оның бәрі сигнал. Оның бәрі сигнал. Қатты кетпе. Мен кетпей емес қайда. Атам сендерді деп. Соны естігеннен кейін 1 сағат ішінде 17 мына жеке частный самолет деді ғой, шетелге кетіп қалды. Ұшып кетті. Олар түсінді. Неге соны айтпайсыңдар? Егер біз шындықты қаласақ, бүкіл вагон кәдімгідей мына үлкен сақалды бар жігіттер. Мен кірейін десем купеге, күте тұр, намаз оқып жатыр дейді. Ахмет не істеді? Алихан не істеді? Олар коммунистік партияның мүшесі болып, халыққа қызмет етті. Қазірде мені естіп отырған халық, кейбірлері мен жамандауы мүмкін. Қадірменді көрермен, назарларыңызда Қасқа жол және оның жүргізушісі мен Жамбыл Зейнолла. Бүгін бізде сұхбатта саясаттанушы, журналист ағамыз Асхат Зейноллаұлы Асылбеков келіп отыр. Қош келдіңіз, аға. Қош келдік. Енді бұл жерде сізді Зейноллаұлы деп таныстырып жатырмын. Өзім де Зейнолланың ұлы, сондықтан бұл жерде бір атаның балалары жиналып алып не айтады деген әңгіме сұрақ туындамасын. Бірден басын шешіп алайық, ешқандай туыстық ара-қатынас жоқ. Жалпы боксыны бұрыннан танимыз, айтары бар азамат, сол себепті сұхбатқа шақырып отырмыз, Рахмет. Және де себеп бар, информациялық, ақпараттық себеп бар бұл жерге келіп отырғаныңыздың. Мынау партиядағы текетірес, төрағаға қарсы сұхбат та бердіңіз, Фейсбукта біраз жазбаларыңыз бар. Үлкен дүрбелең туып жатыр осыған қатысты. Айтыңызшы, не себепті осындай бір шабуыл ұйымдастырып жатырсыз деп айтамыз ба? Мен не үшін келдім? Мен сендім. Қаңтардан кейін әлеуметтік мемлекет құраламыз деп. Қарсы шығып жатқан күштерді жиналамыз деп. Сонда мен қарапайым азамат ретінде, адам ретінде қандай үлесімді қоса аламын? Партия арқылы. Ал бір билікке таласы, бір таққа таласы, ол қажет жоқ. Тек мүмкіндік берсе, өз үлесін қосуға. Ертісбаев сондай мүмкіндік маған берді. Мен бүкіл Қазақстан бойынша арладым. Ол кезде оғым болды, ол айтты, мына партия негізі мына бізді орысша сөйлейтін орыстар және орысша сөйлейтін адамдар қолдайды деді. Оңтүстікте мен де бара алмаймын, қазақша білмеймін деді. Жалпы не істейміз деді. Мен айттым, сіз бармай қойыңыз, жарайды. Мен бара аламын дедім. Біздің партияның аты Қазақстан халық партиясы. Демек біз халықтың процентовка, мысалы Қазақстан 70% қазақ па, демек біздің партияда 70% қазақ болады. 15% орыс па, 15% орыс болсын. Ойғыр, Дұңған, Кәрис, Өзбек, тағы басқа ұлттар бар. Бәрі олар партиялар. Өйткені біз интернационалдық партиямыз. Сол үшін бәрі болу керек деді. Ал біз енді тек мына орысша сөйлейтін адамдар деген, ол дұрыс емес оғым дедім. Жарайды деді, ол мен мүмкіндік берді. Мен бүкіл Қазақстанды аралап жүрдім. Сол мүмкіндікті пайдаландыңыз? Мен сол мүмкіндік пайдаландым. Сол кезде ана бұрынғы ветерандар, мына ардагерлер партия ренжіп жүрген шығар. Бірақ қатты тарихты айтпай қойын, бірақ қаңтардан кейін Карим Масимовты тұтқындады ғой. Демек, осындай түсінік болды. Біздің КНПК, НПК, Қазақстан халық партиясы, типа олардың контролінде дегендей. Демек, Ертісбаев келгеннен кейін бұрынғы адамдарды, мүмкін солармен істеп жүрген, қызмет еткен адамдарды алу керек деген ол тапсырма берді. Бірақ мен адамдарды танымаймын деді. Сен все-таки кітап шығарған адамсың. Бүкіл аймақтарды 100 рет араладым ғой. Анау Атырау уақытынан бастап. Таба аласың ба? Әрине таба аламын дедім. Сол үшін аймақты араладық. Жақсы адамдар әрине, бірақ көп адамдар қатысқысы келмеді. Мен ұсынған адамдар, өйткені жалақысы да төмен, сосын саясатқа кіргіңіз келмейді. Саясат деген кір нәрсе дегендей, лас нәрсе дегендей саясат. Сол үшін кейбір ойлаған адамдарым келмеді, саясатқа келмеді. Және өздерінің жұмыстары бар, кәсіпкер, басқа жерде жұмыс істейді. Сол үшін олар болмаса тағы басқа адамдарды іздедік те, мықты
патриот адамдарды таптық, әкелдік. Сол сөйтіп 20 филиалдан, сосын тағы да не пайда болды ғой, мына екі Жетісу облыс және Абай облысы құрылды ғой. Сөйтіп 20 филиал болды. Сөйтіп сол 20 филиалдың 18 филиалын біз жаңа адамға келдік. Ал Жамбыл облысы мен Астана қаласында бұрынғы адамдар қалды. Ал басқа 18 филиалда жаңа төрағалар. Сөйтіп кейбір ардагерлер соған ренжуі мүмкін. Ерсіпаев келді, маған да ренжуі мүмкін. Сіз де жаманат болдыңыз. Ерсіпаевтың қол шоқпары болып, соның бәрін бастарын кесіп дегендей орын алды деп. Бірақ біз түсіну керекпіз. Бұрын саясатта Барек айтты ғой, біз 2-3 күн бұрын пресс-конференция өткіздік қой. Содан кейін Барек нетіп еді, айтады, мен ешкімді аямайым да, ешкімді қолдамайым да, өйткені бүкіл партия это Нұр Отанның клондары деп айтты. Мен түсінемін Вадим Николаевичті, ол дұрыс айтып отыр. Бұрынғы саяси аренада бір партия болған, ал шетелдіктерге өтірік демократияны көрсету үшін сол жақтан, оң жақтан өтірік партиялар болған. Ол рас. Мен бір қарсы сөз айтпаймын. Бірақ 2022 жылдан бастап жағдай мүлде өзгерді деп ойлаймын. Басқа партия айтпай-ақ қойын, олар шынайы өзгерді ме, әлде өтірік өзгерген сияқты болып жүр ме, оны айтпай-ақ қойын. Бірақ Қазақстан Халық партиясы төрағасы да келді, 18 филиалын төрағасы ауысты, мыңдаған жаңа адамдар келді. Өйткені өкінішке орай бұрын жалған статистика болған. Мына кеткен Асхат Зейноллаұлы, осы жерде бір сұрақ қойып өтен ұмытылып қалады. Мен сізге қарсы уәж айтқым келіп отыр. Енді жағдай өзгерді дейсіз 22 жылдан кейін. Бірақ әлі күнге шейін партияларда тіркеу мүмкін емес қой? Неге? Байтақ партиясы тіркелді, Республика партиясы тіркелді. Қазір мына ынтымақ партиясы тіркелейін деп отыр. Тіркелді ме? Солай ғой. Бірақ тіркеле алмай жүргендер де бар, оны жоққа шығармайсыз? Тіркеле алмай жүргендер де бар. Бар, иә. Біз оны айтайық, саяси реалий дейді ғой. Ендеше мен сұрақты былай қойайыншы. Бір нәрсе түсіндім. Мынау мен әлі бітірген жоқпын. Халықтың да әрбір сарапшының да қателігі болмау керек. Идеальный картина болмайды. Әрбір үрдестер ол саяси күрес. Қазір ескі Қазақстан күресіп жатыр. Ол жалпы адамдар да айтты болады, жалпы мына жүйені де айтты болады. Анау ауылдық, аудандық әкімдер, облыстық әкімдерден бастап, олардың неше түрлі департаменттерін бастап үйреніп кеткен схемалар бар. Халықтың ақшасын тонау, үлкен тендер ашу, оны миллиардтаған ақшаны тонау, өтірік мына ауылға таза су дейді бағдарламасы. Қайда таза су? Сосын қарайды, миллиардтаған ақша тоналыпты. Ауыл шаруашылыққа миллиардтаған субсидия бөлінді ме? Бөлінді. Бір жағынан былай қарасаң, Назарбаев президент ретінде ақша бөлген. Ал төмен жақта тоналған. Тек қана біз Назарбаевты кінәламау керекпіз. Назарбаевтың ол басқарып отырған ғой. Жалпы бүкіл жүйе аудандық, облыстық әкімге дейін, министерство, олардың мына облыстық филиалдарына дейін, мына олардың өкілдері бар ғой, олар бәрі бюджеттің ақшасын тонаған. Үйренген схемалары бар. Темір жолда да қазір неше былықтар шығып жатыр, миллиардтаған доллардан ақша тоналған. Сол схемалар істеген адамдар содан айырылғысы келмейді. Әлі де тірі, әлі де түрмеде ешкім отырмады. Сол үшін олар қарсы шығып жатыр. Сол үшін олар Тоқаевтың саясатына қарсы шығып жатыр. Өйткені кейбір адамдар айтады, Тоқаев тек сөйлейді, уәде береді, орындамайды. Ол мүлде келіспеймін онымен. Қараңыз. Саяси реформа бірінші мына сот деді ғой, адамдар жинады. Сосын құрылтай құрды. Мәселе онда емес. Олар дайындаған заңдар саяси партиялар туралы өзгерісті ме? Бұрын партияны тіркеу үшін 40 адам керек болған. Қазір 5000 адам. Өзгеріс пе? Өзгеріс. Кім пайдаланып жатыр оны? Пайдалансын. Мен түсініп тұрмын, ал партия тіркеу ол тек қана ол адам жинау емес, ол ақша. Спонсор бола ма сенде? Әлде өздерін жиналып осы партияны жасауға мүмкіндіктерің бар ма деп. Қарапайым адамдар өзін Америкада көресіздер ғой, сайлау кезінде
сайлауалды фонд болады, қор болады ғой. Сол қорға $1, $10, $100 қарапайым американдықтар лақтырады. Трамп болсын, Байден болсын, тағы басқа болсын, партия болсын, өзінің үлесін қосып отырады. Бізде қазақстандық азаматтар сол партияларға өз қалтасынан шығарып $1000 лақтырып жатыр ма? Жоқ. Өкінішке орай қазір саясатпен айналысып жүрген бір топ бар, ол кішкентай топ, ол белсенділер, ол бір көбінесе оппозиция жүрген адамдар. Олар ғана халық қолдамайды. Халық өкінішке орай өзінің тіршілігімен айналысып жүр, өзінің күнкөрісімен айналысып жүр. Басын көтере алмайды. Бізде 8 миллион адам, бізде 11-12 миллион үлкен кісі ғой, соның 8 миллионы кредит мойнында. 3 миллион самозанятый ғой, өз-өзін қамтитын адамдар. Және кедейлік пен бейшаралықта жүрген адамдар. Түсіндіңіздер ме? Соны пайдаланып, неше түрлі ең қызығы, ескі Қазақстан адамдары, болады ғой, қасқыр қойдың терісін киіп алып, алдап деп. Солай арқылы пайдаланып, қаңтар кезінен етті ғой сөйтіп. Қарапайым халықтың ренжісі көп, билікке, жағдайына. Олар өзіне айтты. Абырауын пайдаланған кім? Неше тұса қалсылар нет. Мен өз көзім көрдім оның бәрін. Астанаға келатқанда қаңтар бітті ғой, біткенде мен сонда пойызға самолет ұшпайды. Пойызға билет алайын, пойызда билет жоқ. Содан біраздан кетеді, 130 билет шықты деп. Алматыдан Астанаға келейін. Алматыдан Астанаға. Жақсы. Сонда сол 130 билет шықты деп. Біреу, то есть КТЖ-ме дополнительный бір вагондар берген бе. Сосын қарадым да, сол бір билетін үлгердім сатып алуға. 10 минуттен қарасам, уже жоқ билет. Мен үлгердім. Сосын сол вагонға отырсам, бүкіл вагон кәдімгідей үлкен сақалды бар жігіттер. Мен кірейін десем, купеге күте тұр, намаз оқып жатыр дейді. Түсіндірсіз бе? Сосын біраздан кейін етіп, мен сізді орды дұрыс емес деп, мен 2 сағаттан кейін осы вагоннан басқа вагонға көшіп кеттім. Проводник келіп басқа вагонға кетті. Бірақ сол 2 сағат ішінде қарасам, олар қолдарында пакетмен айтып, сендер немене акиматқа шабуыл жасаған сендерсің бе десем, жоқ, бізде алиби бар, біз гостиницада отырдық дейді. Сосын мен түсіндім, Қазақстан гостиница бар ғой, жиналған, штаб-квартира болған. Сонда біз гостиницада отырдық, біз ешқай шықпады, бізде алиби бар дейді. Қолдарында пакет, жап-жаңа таза пакеттер болды, бір тек заттар алған. Сонда мен түсіндім. Демек, біреу 7-8 қаңтарда дополнительный қосымша вагондар бөлді. Сол вагон арқылы адамдар кетіп қалды. Сонда мен айтам, сендер қайда тұрасың десем, мен Атырауда тұрамын дейді. Біз поезд Астанаға баратыр дейсем. Енді Атырауға қалып поезд жүрмейді, біз Астанаға жетіп алайық. Сонан кейін ағарай барамыз. Ең бастысы сол ошақтан шығарып алу ғой өз адамдарын. Сонда сосын қарапайым адам алданған, неткен, кейбір романтиктер қатысып барған, солар атылды, солар кінәсі адамдар қалып қалды. Сонда ойлаймын да, сол кезде неге мына КНБ аэропорт жарайды істемейді, вокзалдың астында неге адамдар ұстамайды? Адамдар қоймай ма? Бәрін тек хотя бы құжаттарын. Оған да бұйрық болған шығар енді адамдарын алып тастау керек. Енді қалып түсіп тұрмыз ғой, Масимов неткеннен кейін. Демек олар өздері алып келді, өздері де шығарып жерді сол адамдарды. Көрдіңіз ғой. Демек мен осының бәрін не үшін айтып отырмын? Күрес, үлкен күрес алдыда әлі де болады. Ескі күштер, олар ешқайда кеткен жоқ. Олар өзінің миллиардтаған байлығынан айырылғысы келмейді. Ал қарапайым халық кішкене басын көтеріп, айтады оян қазақ деп. Ояну керек, басын көтеру керек, және саясат жағынан ол сауатты болу керек. Мына сауатсыздық қателікке келеді. Ал қателік ол бүкіл мемлекетімізге, елімізге үлкен дағдарысқа келуі мүмкін. Демек біз сапалы қоғам болу керекпіз. Сапамыз қоғам. Біз әлемде өз орнымызды табу үшін біз қоғам ретінде өзгеру керекпіз. Өзді саяси мәдениет өзгеру керек. Сайлау мәдениет өзгеру керек. Әлі де біз партияға қайтсақ,
әлі де мысалы мына күзде Тоқаев айтты ғой, аудандық және қалалық әкімдер сайланады деп. Сонда 45 ауданда және 3 қалада сайлау өтті. Біз партия тарапынан 18 үміткер таптық әр облыста. Бірақ сайлауға дейін 5-ақ қана үміткер жетті. 13 үміткер шығып кетті. Неге шығып кетті? Облыстық әкіметқа шақырады, біреу аппарат шақырады, біреу зам әкім шақырады, неледі, оларға қысым жасайды. Сосын олар бізге айтады, кешіріңіз, біз осы жергілікті адамбыз деп. Бізге айтты, сен давай өз кандидатураны алып таста деп. Сонда олар үміттенді. Біздің партия, өйткені Ертісбаев біледі ғой, Назарбаевпен қанша жыл істегенде министр болған адам. Демек, Ертісбаев оларды қорғайды деп. Бірақ ол қорғамады. Негізі партия араша түсу керек пе ол кісілерге? Енді ол біздің партиядан үміткер ғой. Егер ол қорғау керек еді, самовыдвижение, өз-өзін қалай выдвигать етсе, біз оған қатысымыз жоқ. Біз оны партияның атынан үміткер ретінде осы ауданда аудан әкіміне ұсындық. Біз оған қолдау жасадық. Үгіт насихат жұмысын өткіздік. Бірақ олар соны хабарлайды, кейбір адамды трубкасын алмайды сразу. Өйткені ұяла ма, нете ме, өйткені бізге айтты ғой, все, тұрамыз деп. Бірақ бізден де көмек күтті. Бізден болғанда мен қатыса алмаймын ғой. Жоғары жақпен қарым-қатынас болсақ, Ермұхамед Кабиденович қатысады ғой. Сонда олар бірақ сол көмекті алмады. Сонда бізде 5-ақ қана үміткер қалды, соның 2-еуі әкім болды. Біреуі Мамлюткада, біреуі Қостанай облысында Денисовкада. Маған қандай ой келіп отыр айтайын ба? Депутаттыққа, парламентке сіздерден 5 адам өтті партияның атынан. Тізімде сіз жоқсыз, партиялық тізімде. Бар. 55 адам, мен 21-ші тұрмын. Иә. Сөйтіп сіз өтпедіңіз, иә? Өтпедім. Бірақ мендегі ойым мынау. Ертісбаевқа деген реніш сол жерден туындады ма? Не айтасыз? Сіз түсініңіз. Мен билікпен күрескеніме көп жыл болды. Негізі 2016 жылдан бастап. Бұрын мені саясатқа шақырғанда, мен әлі ерте деген. Өйткені менің өзімнің саясаттанушы, зерттеуші ретіндегі ұғымым, бағам, экспертиза деді ғой. Экспертиза бойынша қоғам әлі дайын болмаған. Ал барып, басқа мына кісілер сияқты, Заманбек сияқты, Алтынбек сияқты, басқа адам сияқты барып, мерт болып, ол босқа іс. Мен олардың ісі босқа деп айтпаймын, бірақ олар демек өз күшіне сенді, бірдеңеге үміттенді. Бірақ сол үміттері қалай айтсам, обоснование болмады оған. Олар бір қиялы. Негіз болмады. Негізі болмады. Олардың жеке тәжірибесі, мүмкін біреумен кездескендері оларға үміт берді де, олар сеніп, ұрамыз деді. Бірақ қараңыз, Әблязов та түрмеде отырды, Ғалымжан Закиянов та түрмеде отырды, басқалар отырды, біреуін өлтірді, кетті. Мен сол кезде айтқам, айтпай оқын, жоғарыдағы оппозицияда мен кейде пресс-конференция көргенде айтқам, мынау былай болады деп, анау сізде сат кетеді деп. Сонда күледі. Оразали деді. Түтші ол біздің досымыз ғой деп, Алихан туралы. Сосын сол досы деген алды да, аппаратчик ретінде бүкіл партияны өзіне алып алды. Көрдіңіз бе? Сонда таң қаламда, мысалы мен сыртта жүрген адам көріп отырмын бәрін. Соның ішінде жүрген адамдар неге екен көрмейді. Или эмоция ма, или мына жеке араларында бір қатынас, адамдар соқыр болып қалады. Суық, таза ақыл жоқ кетеді. Көріп тұрсыз ба? Біз сырттанбыз ғой, біз көріп тұрмыз. Сол үшін мен кіріспеген саясатқа. Мен енді біраз уақыт өтті ғой, бірақ Ертісбаевқа қатысты әлі жауап ала алмай отырмын. Екі араларыңыз неге суып кетті? 2023 жылы сайлаудан кейін неше түрлі қоқыстар болды. Оның алдында да болды небір нелер. Мен оған мән бермеуге тырыстым. Өйткені айттым, мен саясатқа келдім, мына солшыл мықты социалистік партияны құрамыз,
сол үшін істейміз. Какой-то бір нешерге нетпей ақ қояйық, дау шу көтермейік деп мән бермей. Өйткені егер сен қайта бір ренжіп қалып бала сияқты кетіп қалсаң, сен саясатқа дайын емессің. Келдің бе, шыдадым. Әрине былай шыдадым, бірақ былай жеке кездескенде де кейде 3-4 адам отырамыз. Айтып отырдыңыз бетіне? Айтып отырдым. Мен 2 куәгерлерім бар. Мен олар қазір оны дәлелдемей олардың. Оған да күш керек қой. Ашық айтуға. Айттым. Кейде жеке отырамыз. Үйіне де бардым. Үйіне де отырып осылай сөйлестік. Талайын сөйлестік. Сізге айтайын. Оның жақсы да жаман жағы болды. Жақсы жағы не? Неше түрлі бұрын естімеген ақпаратты ол айтып берді. Анау Назарбаев қасына істеген сайлау, анау неше түрін айтты. Бір күні келер соны айтармын да жазармын да. Қазір әлі ерте айтуға? Қазір әлі ерте айтуға. Түсінетін адам түсінеді, түсінбейтінге керек емес ол. Жақсы. Сол маған плюс деп ойлаймын. Өйткені ол куәгер ретінде тарихи жағдайлардың куәгер ретінде, президент әкімшісінде жүрген адам ретінде соған өзі тарихшы ғой, өз бағасын беріп, куәгер ретінде қалай болғанын айтып, демек менің білімім біраз көбейді. Соған рахмет. Кітап жазуға келе ме оның айтқандарын? Әрине. Ал екінші жағымсыз жағы, енді былай мен ұсақ мына күн айтқым келмейді, бірақ жағымсыз жақ та болды. Сіз табасыз. Егер Google-ға бірдеңе етсеңіз, жаман жағын табасыз. Оны басқа адамдар айтсын. Мен мына өсек тасып, анау еркекке келістік. Болған іс болды. Енді оны мен айтпай-ақ қояйын. Иә, жақсы. Партияның төрағалығы сізге не үшін керек? Неге ол сұрақты қойып отырмын? Өйткені сіз бұл жерде жеңіске жетуді ойламасаңыз, сіз ондай ашық бір тартысқа шықпайтын едіңіз. Яғни жеңетініңізді білмесеңіз шықпайтын едіңіз. Қазір оған қарсы шабуылдар жүріп жатыр, бірақ олар үнсіз, мысалы неге екенін білмеймін, ол жақтан ештеңе жоқ әзірге, ешқандай ақпарат. Сізге не үшін керек партияның төрағалығы? Көрдім бе, сіз де қателеседі екенсіз. Жақсы. Демек сіз менің ойымды, пиғылымды, орыста айтады ғой, интерпретация еді. Дұрыс түсінбей тұрсыз. Мен жалпы саяси түсініппін ғой, түсінем. Ертісбаевты жоғары жақтан қолдаса, қолдап тұрған шығар. Мені қолдай ма, қолдамай ма? Үлкен сұрақ. Сол үшін мен реалист ретінде оны жақсы түсінем. Партияның төрағасы боламын, болмаймын ба? Мен оны өйткені билікте әртүрлі адамдар бар ғой. Кейбір прогрессивтік адамдар түсінеді. Егер біздің саяси жүйе алдыға жүру үшін конкуренция болу керек, бәсеке болу керек. Аманаттың өзіне керек. Өйткені аманат партиясы қашан мықты болады? Онда бәсеке болғанда ол амалсыздан өз күшін жинайды, ол мықты болады. Ал ешқандай күрес болмаса, ешқандай бәсеке болмаса, әрбір организмде, үйімде бұлдырап кетеді, босап кетеді. Түсініп тұрсыз ғой? Сол үшін саяси күрес аманатқа да әрбір партияға керек. Және жоғарыда отырған политтехнологтар оны мықты түсінеді. Ал кейбір облыстағы әкімдер болсын, басқа олардың ойынша басқалай. Мен айттым, бәрі орынды көр, ешқандай шу көтермеу керек. Шу көтерген адам оппозиционер, немесе жаман адам. Бізге тыныштық керек. Бізге тыныштық керек. Көрдіңіз бе? Олар демократияны, саяси процестерді қате түсінеді. Олардың саяси мәдениетін төмендігін көрсетеді. Тек қана бүйтіп тік тұру. Тіпті ол Қазақстанның жауы деп айта аламын. Неге? Көріп тұрсыз өмірде ем отқан. Геосаяси жағдайды көріп тұрсыз. Неше түрлі қауіпті үрдістер өтіп жатыр. Сол кезде Қазақстан егемендігін сақтап, жер тұтастығын сақтап қалу үшін біз мемлекет ретінде және қоғам ретінде мықты болу керекпіз. Ал қоғамның ішінде саяси күрес болмаса, саяси партиялар мықты болмаса, ол мықты қоғам емес. Демек ол тез жеңіліп қалады.
мына сырттан келген жауға. Асхат Тез Зейноллаұлы, қалады. бір сұрақ. Сол үшін біз ертең мемлекет ретінде мықты болу үшін біз қазір өзіміздің азаматтық қоғамымызды мықты ретінде мықты дамыту керекпіз, оны қорықпау керекпіз. Сонда жоғарыда отырған адамдар патриот ретінде, ұлтшыл, отаншыл адам ретінде олар түсіну керек. Халықтан шыққан адамдарға сөз берейік, партияға тартайық, партияның жұмысына кедергі жасамайық. Олар бәрі патриот, олар бәрі мақсаты Қазақстанды жақсарту. Әрине, жергілікті әкімге, немесе министрге, ақша тонаған адамға ұнамауы мүмкін. Бірақ ол жеке бас қиналғандар. Қоғам, мемлекет, халқымыз отады. Жеке адамдар мүмкін сотталады. Оларға ұнамайды. Біз оларды ойламаймыз, біз халықты ойлау керек. Келесі сұрақты қоюға қорқып отырмын, себебі сіздің болжамдарыңыз орындалады. Жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, Ресей мен Украинаға қатысты, жалпы одан да басқа бір 2-3 мысал бар, оны білем. Қазақстанның болашағына болжам жасай аласыз ба? Сіз дұрыс айттыңыз, қорқынышты. Өйткені Қазақстанның болжамы екі жолмен жүру мүмкін. Оптимистік және пессимистік. Өкінішке орай пессимистік бағыттың шанстары көбірек. Ол қандай? 7, 10, мүмкін 12 жылдың ішінде Қазақстан мемлекет ретінде жоғалып кетуі мүмкін. Сіз сенбеуіңіз мүмкін. Бірақ мен 91 жылы қараңыз. Керемет, мықты ядролық мемлекет, кеңес өкіметі жоқ па? 2-3 айдың ішінде. 19 тамызда басталды ГКЧП-дан бастап. Беловежский пущада бітті, мына 3 президент жиналды, жоқ қылып тастады. Көп нәрсе оңай істеді. Өйткені іштегі процестер. Сол Қазақстан, сол СССР сияқты бытырап кетпесін. Сосын сіз ұмытпаңыз. Бұрын СССР үкіметі жоғалғаннан кейін бір полюстік әлем болды ғой деді. Оны США, мировой жандарм деді ғой. Сөйтіп бүкіл әлемге қарап жүрді. Ол да талай заңды бұзды. Иракқа жабылды, басқаларға жабылды, Ливияны бомбить етті, Югославияны құртты. Югославияның орнында бірнеше мемлекет пайда болды. Бірақ қазір Қытай мықты мемлекет болды. Ядролық мемлекет. Ресей тізесінен тұрып мықты болды. Индия мықты. Тағы да басқа мықты мемлекет. Бразилия бар, тағы басқа мемлекеттер. Олар бәрі айтып отыр, бұл әлем әділетсіз, әділетті болу үшін біз тек қана Америка Құрама Штатына бағынбаймыз, тек қана мына біріккен батысқа бағынбаймыз, біз өзіміздің саясатымызды өткіземіз. Былай айтқанда глобальный север, глобальный юг дейді. Сол мына глобальный юг, глобальный оңтүстік, олар қазір бірігіп, Қытай, Ресей бәрі бірігіп, өз саясатын өткізіп жатыр. Қазақстан бұл жерде ойыншық. Қазақстан бұл кезде ойыншық, өйткені бір жағынан бір ядролық мемлекет, алып мемлекет Қытай, екі жағынан екінші ядролық мемлекет қазір басқа біреумен соғысып жүр. Сол үшін әрбір ұлтшыл қазақ, әрбір патриот адам, ол Қазақстан мемлекет ретінде сақталып қалу үшін біз көршілермен тату тәтті тұру керекпіз. Мен түсініп тұрмын, көптеген қазақстандықтар Ресей мен Украина әскери конфликтіне қарап, Ресей жамандайды, Украина қолдайды. Өйткені ол как адами түсінікті ол. Ол адами түсінікті. Бірақ саясат тілінде ол бәрі басқалай көріледі. Өйткені біз Ресеймен де, Қытаймен де экономика жағынан да, әскери жағынан да, басқа жағынан да байланыстымыз. Біз уәде бердік. Бізде ОДКБ деген әскери одақ бар. Евразес деген экономикалық одақ бар. Есіңізде ме? Тоқаев бір айтып еді сөзден кейін, бірнеше күннен кейін ана КТК-ны мұнай құбыры бірнеше күнге тоқтап қалды. Біздің экономика қандай? Ал елестетіңізші, егер мысалы бір ракетамен теңіздегі бүкіл мұнай нелері жана бастаса, егер мұнай өтпесе,
біздің экономикамыз қандай дағдарысқа ұшырайды. Біздің мұнайымыз қалай шетелге жетеді? Труба арқылы. Ресей арқылы. 85-90% сол труба арқылы жетеді. Қалған 10% мүмкін Баку, Джейхан, Ақтау арқылы, порт арқылы. Демек, экономика біздің саясатымызға әсер етеді. География, Наполеон айтқан, география определяет политику деп. Демек, география біздің саясатымызға әсер етеді. Сол үшін іштеріңізде не ойласаңыз да ойлаңыз, түсінеміз оны. Бірақ жауапкершілігі бар адам ретінде, Қазақстанның нағыз патриот ретінде біз Ресеймен де, Қытаймен де ешқашанда қарым-қатынасты бұзбау керекпіз. Түсініп тұрсыз ба? Ешқашанда. Тіпті біз оны дамыту керекпіз, пайдасын алу керекпіз. Қазір Ресей санкцияға ұшырады ғой, Қазақстан оның пайдасын көріп отыр. Ресейдің адамдары келіп отыр, мықты айтишник олар біздің экономиканы көтереді. Неше түрлі товарлар біз жібереміз. Онда біздің экономикасы, біздің саудагерлер пайда тауып отыр. Пайдасын көрейік, нетейік. Түсінеміз. Тағы да айтамын, қарапайым ойымыз біреуге жанымыз ашиды ғой. Оны түсінем. Біреуге жаным ашиды деп, неше түрлі жауапкершілікті ойласы сөз айтып, сосын басымызға соғыс келсе, сонда сендердің балаларын, сендердің күйеулерін, сендердің ағаларын, аталарын өледі. Көрдіңіз бе, Украинадағы бомбылаған қалалар, Мариупольда не қалды, түк қалмады. Біз оны қалаймыз өзі? Жоқ, қаламаймыз. Ендеше не істеуіміз керек? Ендеше біз бір ұлт поп, ешқандай ұлтараздық болмау керек. Тіл мәселесін, басқа мәселесін біз наразылық болмау керек. Мемлекеттік тіл болу керек. Біз оны дамыту керекпіз. Бірақ басқа адамдарды қатты қыспалау керекпіз. Өйткені қатты қысам деп, онымен жаулар пайдаланып кетеді. Оларға бір себеп беру керекпіз. Оларға себеп керек. Оларға бір сылтау керек. Себеп емес, сылтау керек. Сылтау бермеу керекпіз. Түсініңіз? Нағыз патриот біздің жауларымызға сылтау бермейді. Өзім мен солшыл болғаннан кейін, біздің партия интернационалистік партия. Біз ұлтқа бөлмейміз. Өйткені әр ауылда өз иті бар. 30 жыл Қазақстанды кім тонады? Қазақтар тонады. Бір орыс табынышты. Ана олигархтар бар, кореец, басқа бір, олар бәрі назначен олигархтар ғой, келісілген. Түсініңіз, Қазақстанды тонаған қазақтар. Демек, біз кімді кінәлаймыз? Мәселе ұлтта емес, мәселе тәрбиеде, пиғылда, ішкі мәдениетінде. Түсінесіз? Өйткені мәдениетті адам өз халқын тонамайды. Ал тек жыртқыш ретінде қасқыр келеді ғой, отарға бір қойды, екінші қойды, бір ретте жемейді, бірақ жайратып тастайды. Біздің сол олигархтар сол жыртқыш сияқты әйтеуір тартап алады. Ертең өлгенде көрге ешкен алып кетпейді ғой. Бірақ ала береді. Яғни саясатта белден басып әрекет жасауға келмейді. Бәрін ақырын ойластырып, біртіндеп жасау керек. Сақ болу керек өте. Міне қазір шоус басталды ғой, Шанхай ұйымының жиыны басталды Астанада. Бұл өте үлкен шара, өте жақсы шара. Және Қазақстанға үлкен абырой әкелетін шара. Мен білем, Тоқаевқа неше түрлі сын айтылады. Мүмкін оған бір основание бар шығарды. Бірақ мен оны көргенде былай айтамын. Тоқаев саяси реформаларды өткізіп жатыр, заңдар шығып жатыр. Іске келгенде олар орындалмайды, немесе қисық орындалады. Мысалы, көрдіңіз ғой, аудан әкім кезінде жергілікті деңгейде қысып кандидатураны ал дейді. Көрдіңіз бе? Оны не, Тоқаев айтты ма? Жоқ. Тоқаев, ол саяси күрес. Билікте отырған партия болсын, немесе әкімшіліктер өз жағдайын ойлап, мынау керек, мынау әкім болсын, мынау болмасын деп қысым жасайды. Ал халық бәрін Тоқаевтың мойнына келеді. Ей, Тоқаев, сен қайда қарап отырсың, не етіп отырсың деп. Түсініп тұрсыз ба? Сол үшін менің ойымша Тоқаев бағыт береді. Тоқаев сол заңдарды орындауға талап ету керек.
біздің бас прокуратура бар, конституциялық сот бар, солар біздің заңдарымыз қалай орындалады, соны бақылау керек және қорғау керек. Ал қоғам, белсенділер дұрыс баға беру керек. Сендерге мүмкіндік берді ме? Партия құрасың ба, қоғамдық ұйым құрасың ба, мына қоғамдық кеңестер арқылы, басқа арқылы сендер қатысыңдар. Бір мысал айтайын. Қалада тұратын адамдарда ЖК дейді ғой, ЖК. Тұрғын үй кешені. Тұрғын үй кешені. Сол тұрғын үй кешенде мыңдаған адамдар тұрады. Иә. КСК деген нәрсе бар. Иә. КСК-ның чаты бар. Мына телефонда чат. Сонда олар мына КСК-ның чатында қараңызшы, айғай-шу. 40 пышақ болады. 40 пышақ. Сонда ешкім келісімге келе алмайды. Не себептен? Мыңдаған адамдар қатыспайды. Сонда бірнеше адамдар қатысады, солар бәрін шешеді. Міне мини-модель. Қазақстан мини-моделі. Демек, көпшілік қолын сілтеді, маған бәрібір деді. Не істесеңдер соны істен дейді. Кейбір апалар, кейбір белсенділер күреседі. Кейбіреу квартирант, солар бәрі күреседі. Қоқыс болсын, не болсын, лифт болсын, тағы қасында ағаш өсу керек, мусор бәрі жинау керек. Мәселе сонда ғой. Қоғам кінәласа, өзің кінәласың. Маған кейде айтады, сен неге халыққа тіл тигізесің дейді. Халыққа неге тіл тигізесің дейді. Мен қасан 2 жыл ма 3 жыл бұрын Зона KZ-те бір сұхбат бергенде айттым, преступная власть и продажа народ деп. Сонда қара, биліктің кінәсі түсінікті. Тонай, тұрлай, сабаля, жемқорлық бәрі бар. Ал параны берген кім? Ана гаишниктен бастап ұстабағанда, радарға ұстабағанда біз береміз параны. Балабақшаға баланы орналастырғанда параны кім береді? Біз береміз. Баланы меткенде немесе алтын белгі барысын деп балалар сатып алады. Диплом сатып алғанда, өтірік диплом сатып алғанда, жұмысқа орналасу үшін пара бергенде кім береді? Халық береді. Жер комитетінде, жер учаскесін тендер, миллиондаған откат кім береді? Халық береді, кәсіпкерлер береді. Сонда сендер өздерін осыған қатысып отырып, сендер неме билікті жамандайсың? Бұлай юридический языкпен айтқанда соучастники. Түсінесіз бе? Бір жағынан билік, екі жақ халық бірге бүйтіп отыр да өмір сүріп отыр. Сосын чайын ішіп ап, нетіп, телевизорын қосып, билік жамандайды. Керемет. Сонда сен өзін кешегені гаиге 1000 теңге, 5000 теңге неткен, немесе права сатып алғанда не ойладың? Көрдіңіз бе? Демек, халық өз-өзін алдағы тоқтату керек. Алдамаңдар өздерін. Сендер де таза емессіңдер. Мен әрине бәріне топырақ шашпайық. Таза адамдар көп қой. Бірақ жалпы мына түсінікті жағдай, жалпы қоғамда осы болып жатыр. Жалпы қоғам әлі іштен өзгермейді. Мен мысалы 90 жылдары шетелде көп жүргем. Асхат Зейноллаұлы, осы жерде бір ойыңызды аяқтадыңыз ғой, иә? Енді мен түсіндім сіздің ойыңызды, халықты түсінеді деген ойдамын. Мынандай бір сұрақ қойыңызшы, өткен реті келіп тұр. Қазір марқұм Болат Назарбаевтың артынан қалған мұрасын бөлу жүріп жатыр балалардың арасында. Иә? Бірақ заң жұмыс істейтін елде, мынау заң үстемдік құрған елде бұл байлық мемлекетке қайтарылу керек емес пе? Өйткені айтылады, бұл заңсыз жолмен келген байлық, рейдерлік, бір крышавать еткен дейді орысша тілмен айтқанда мысалы, сөйтіп келген байлықты қазір бөлу жүріп жатыр балаларының арасында. Оған не дейсіз? Сіз тағы да айтам, маған айттым, идеалды түрде өмір қара немесе ақ. Мынау жаулар, мынау жақсылар. Ал реальный өмір дейді ғой, реальды өмірде 2022 жылы 6 шілде күні Назарбаевтың туған күні кім оны құттықтады? Путин құттықтады, Си Цзиньпин құттықтады, бүкіл шетелдіктер құттықтады. Не себептен? Өйткені Назарбаев 30 жыл президент болғанда Америкадан бастап, Тенгиз бар ғой, Тенгиз, бірнеше АЭК деген неше электростанцияны бәрін берген, Тенгиз берген.
Қытай Қазақстанның 36% мұнайын алып алған. Ресей Қазақстанның біраз нәрсесін алған. Уранына дейін бәрін. Демек, Назарбаев бәріне жақты. Демек, Назарбаевты қорғауға бәрдеріне негізі бар. Назарбаев бәріне жақсылық істеді. Көп векторлы саясат деп, ол неше түрлі мықты алып мемлекеттерге экономика жағынан бере салды. Енді олар қорғап отыр. Ал қалай қорғайды? Тоқаевқа хабарламайды дейсіз бе? Неменені? Назарбаевқа тиіспе деп. Болды, алдын, еттін, бәрін аттын, бір-екі туысқанын соттадың, жарайды. Қалғай тиіспе деп, өзіне тиіспе деп. Өйткені түсінейік, Ресейде де, Қытайда да ол қатал режим деді ғой, авторитарлық. Бізде де авторитарлық режим болды ғой. Олар одан да қатан. Қазір тіпті қатайып баратыр. Көріп тұрсыз ғой сіз. Егер Қазақстанда бұрынғы президентті соттаса, прецедент болады. Сол прецедентқа керек емес оларға. Сол олардың халқы көтеріліп, Қазақстанда Назарбаев соттап жатыр, біз де істейміз деп, оларда үміт пайда болады. Сондай болмас үшін. Сол үшін сіз ойламаңыз, Тоқаев оны договорняк, мен неше түрлі естеймін. Договорняк болса болған шығар қаңтарға дейін. Қаңтарға дейін ешқандай договорняк жоқ. Қаңтардан кейін. Қаңтардан кейін. Менің ойымша. Әрине мен қателесуім мүмкін. Мен Құдай емеспін ғой. Мен қателесуім. Бірақ менің ойымша қаңтардан кейін тек саясат, тек түсінік. Пайда деді ғой. Тек жеке басының пайдасы емес, мемлекеттің пайдасы. Мынаны істесем зиян бола ма, немесе пайда бола ма? Түсініпсіз ғой. Неше түрлі метка жібереді ғой, айтады ғой, мафияда черная метка деп. Бір-екі күн ішінде 5 облыста орман өртенеді. Бір-екі күн ішінде бүкіл бірнеше қалада тесттер жарылады, құбырлар жарылады. Оның бәрі сигнал. Оның бәрі сигнал. Қатты кетпе. Немесе, қараңыз, қатан аязда, 30 градус аязда бүкіл солтүстік қала ыстық су батарея істемей қалса не болады? Миллиондаған адамдар қатқасы. Не болады? Халық өзі келеді, бытшың пысайды. Сол үшін олар сигнал жіберді. Давай нетпе деп. Сіз шегінесіз, сіз де шегінесіз. Тоқаев та шегінеді. И оны шегінген үшін мен кінәлай алмаймын. Мен де шегінемін. Өйткені жеңбегенше, жүйені жеңбегенше, сен түк те істей алмайсың. Қалай жеңеді? Өкінішке орай, сол күрес ұзақ болып тұр. Талай ақсақалдармен кездесем, басқа адамдармен кездесем, ренжиді. Неге ескі Қазақстан, 162 адамнан біреу Қайрат Боранбаев, біреу Қайрат сатып алды, болды. Басқалар неге тиіспей жатыр деп. Мүмкін басқа тактика шығар. Солармен келіссөз өткізіп, солардың ақшасын қайтарып, Эмираттан ба, Гонконг ба, Швейцариядан ба қайтарып, инвестиция ретінде әйтеуір экономикаға пайда келсін деп. Мына экономика жоспар айтты ғой, 5 жылдың ішінде 450 миллиард доллар ВВП жасаймыз деп. 2 есе көбейтіп. Негізі ол орындау өте қиын. Өте қиын. Бірақ оны айтты. Демек, Тоқаевта бір жоспар бар. Сол жоспар қай нәрсеге негізделеді? Менің ойымша, какой-то бір келісім сөздер бар. Назарбаев қанша миллиард қайтарады, аналар қанша миллиард қайтарады, аналар қайтарады да Қазақстан экономикасы кіргізеді. Сөйтіп нетеді деп. Мен сендерге тиіспеймін, бірақ сендер ұрлаған әкеткен ақшаларını кіргізіп, экономика көтересіңдер деп, сондай келісім бар шығар деп мен үміттенемін. Қаңтардың кезінде Алматыдан ба, Астанадан ба, Қазақстаннан деп айтайықшы, сол бірінші президенттің айналасындағы адамдардан тұратын 17 борт Қазақстаннан ұшып шыққан деп айтады, рас па? Қараңыз, мына
Тоқаев айтты ғой, стрелять на поражение деп, иә. Сол кезде мен түсіндім. Мен қазір көріп отырмын, халықта вот қатыгез, халықты атты деп, иә. Мен бүкіл халыққа айтайын деп тұрмын. Бұл қате ұғым. Ол бәрі айтылған, сол төңкерісті ұйымдастырған адамдарға. Өйткені сіз түсініңіз. Біз қазір естіп отырмыз ақпаратты. Қайта Тоқаевқа мына Карим Мәсімов келеді айтады, кет қалыңыз. Міне халық көтерілді, видеоны көрсетеді. Мыңдаған адамдар Алматыда көтеріліп келе жатыр. 73 қалада, 73 ауданда адам көтерілді. Бәрі келіп істеп отыр деп. Сонда Тоқаев шошып кетіп кет қалу керек. Ол кетпей отыр. Соны екінші күн не істеу керек? Олар машина өртейді. Машина өртеніп жатыр, кетпей отыр. Чрезвычайное положение Алматы, Маңғыстауда өткізіп жатыр. Жасады. Сосын алады да Шымкентте, Алматыда, тағы бір жерде де акиматтарға шабуыл жасап өртене бастады. Соны көрсетеді. Міне самолетқа отырып, 25 миллион ба қанша алып кете беріңдер деп. Ол кетпейді. Сонда айтады, міне мыңдаған 20 мың террорист келді деп. Оны МВД-ның бастығы айтады. Қалай сенбесіз? Сосын сол жалған ақпаратты, Тоқаевты қорқыту үшін айтылған ақпаратты ол шығады айтады. 20 мың террорист келе жатыр. Атындар, мен біліп, сонда айтқанда, біріншіден ол террорист атындар дейді. Екіншіден, оны ұйымдастырған, оны Тоқаев енді саясаткер ғой, опытный. Ол соларға арналған. Мен кетпеймін. Сіз қайтадан қараңызшы. Ютубта бар ғой сөзі. Я никуда не ухожу, я остаюсь. Сосын айтады, стрелять на поражение дейді. Көрдіңіз бе? Сонда бәрі стрелять на поражение айтады да, оның алдында айтылған сөз, я никуда не ухожу, я остаюсь дегенді мән бермейді. Соны естігенде мен түсіндім. Ана Мәсімов біреудің атынан келіп жүрді ғой. Мына ақшаны алда кет Тоқаев деп. Ол соларға айтты. Мен кетпеймін ешқайда. Атам сендер деп. Соны естігеннен кейін бір сағат ішінде 17 мына жеке частный самолет деді ғой, шетелге кетіп қалды. Ұшып кетті. Олар түсінді. Олар ойлап отырды. Қазір кетеді Тоқаев, біз бүкіл билігімізді өзіме қайтарамыз деп. Ол кетпей қойды. Сол үшін олар ұшып кетті. Бірнеше ай келіссөз өтіп, потихоньку қайта бастады. Гарантия келем, сен мені тиіспейсіңдер ме? Кейбірлер әлі де шетелде отыр. Көрдіңіз бе? Жақсы. Сол үшін сол жақтан түсіну керек. Тек қана мына нетпей қанішер адамды өлтірді деп. Сіз түсініңіз. Әрине, кінәсіз адамдар өлген көп. Ол өте өкінішті. Бірақ ол әдейістенген нәрсе емес. Сіз оны түсіну керек. Саясатта зерттеген адам, ол әрбір жағдайды жан жақтан қарау керек. Сыртынан, ішінен, неден. Содан кейін көп нәрсе айтылмайды. Сол айтылмаған нәрсені анализ арқылы елестету керек. Мен де сол жерде қасында отырған жоқпын. Бірақ мен түсінем, неге ол мүмкін, не себептен, оны қалай түсінуге болады, мына не себептен деп. Әрбір аналитика, саясатты анализ жасаған адам оны жақсы түсінеді деп ойлаймын. Сол үшін мына шетелде де біздің де саясаткерлер ештеңке реакция жоқ ондай. Жақсы. Қазақстан Халық партиясы өте ауыр тақырып, өйткені ойымда бөлініп отыр сол себептен, иә. Мынау Қазақстан Халық партиясы аманатқа бәсекелес бола ала ма? Әрине болады. Оған сенесіз бе? Сіз қараңыз. Әрбір саяси жүйеде бірнеше саяси күш болу керек. Өтірік емес, саяси спектакль. Қуыршақ партия емес. Хотя бы 2-3 мықты болу керек. Менің ойымша ол оңшыл партия, солшыл партия және жасылдар партиясы. Сонда айтқан, жасылдар деген ол бүкіл әлемде ол сондай зеленый ғой, партия зеленых. Солар міндетті түрде болу керек. Бірақ ол үшінші күш. Солшыл партия біздің ата заңымызда жазылған Қазақстан әлеуметтік мемлекет деп. Тоқаевтың да айтылған сөздері әділетті қоғам, әділетті экономика, әділетті мемлекет деп. Бәр жерде сол әділетті деп. Әділетті деген ол әрбір азаматымыздың құқы қорғалады. Әрбір азаматымыздың жағдайы жақсы болады деген.
Демек, Тоқаев ең бірінші социалист деп айта аламын. Көп адамдар социализм, коммунизм деген сөзге мына СССР тарихын алады да жамандайды. Ашаршылық болды, алашорда деп. Мен оны қосыламын. Өйткені сол тарихта неше түрлі қайғылы, қасіретті оқиғалар болды. Бірақ алашорданы алайық. Олар алашорда құрғаннан кейін не сұрады? Олар егемендік сұраған жоқ. Олар Колчактан, адмирал Колчак бар ғой, казахский автономияны сұрады. Демек, бөлек шығамыз деген жоқ. Тарихты көтеріңіз. Олар Колчактан автономияны сұрады. А Колчак айтты, нифига болмайды өйтіп. Сіз Ресей империясының қатарында қаласыз деп. Сосын большевиктер жеңді. Ленин жеңді. Сол кезде Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов бәрдер кездесіп сөйлескен ғой. А Ленин қалай айтты? Ол айтты ғой, әрбір ұлттың өзінің территориясы, өзінің республикасы болады деді. Біз қазақ автономиясын қабылдаймыз, береміз деп. Келесі сұрақ жер, шекара. Сонда барып, шекара жайында келіссөз өткізілді. Болды. Ленин қарсы болған жоқ, өзі оны ұйымдады. Өйткені түсінді, осында үлкен мемлекет сақтап қалу үшін әрбір ұлттарға құқықтарын беру керекпіз деп. Сонда алашорда мен Ленин ойлары сәйкес келді. Сосын ең қызығы, қазір бәрі айтады да, 20 жыл алашорданы айтады да, 37 жылы алашорданы бәрін атты дейді. Сонда 17 жыл не істеді олар? Ахмет не істеді? Әлихан не істеді? Олар коммунистік партияның мүшесі болып, халыққа қызмет етті. Соны неге айтпайды? Наркоматта басқарды, мемлекет басқарды, кейбір салаларды басқарды, мәдениет басқа саласын. Неге соны айтпайсыңдар? Егер біз шындықты қаласақ, 17 жыл не істеді? Совет үкіметі жұмыс істеді. Сіз Совет үкіметін аңсаушылардың бірісіз бе сонда? Жоқ, сіз түсініңіз. Совет үкіметі ол власть советов дейді. Демек, халықтың билігі. А сіз, маған ол халықтың билігі. А сіз оны ана СССРді айтып тұрсыз. Иә. Мен СССР болған қаламайым. СССР керек емес. Өзіміздің егемен Қазақстан болу керек. Бірақ егемен Қазақстан ішінде кеңестің билігі болса, халықтың билігі болса. Біз кімбіз? Қазақ. Қазақтар не істеген? Құрылтай жинаған, ханды сыйлаған, билер тінілген, билер өз шешімдерін шығарған. Болды. 7 жарғы бар, адат бар. Солай шешкен. Әділеттік солай болған. Еңбек адамы бағаланған. Адам өлқаса оған құн төлейтін. Тіпті амангерлік болғаны жесір әйелді ана туысқандар алатын. Ол қазақтың заңы. Бірақ бәрі бізде жетім болмаған. Бізде бірде зындан түрме болмаған. Ол неме? Былай айтқанда, власть советов. Просто сіз қайта-қайта советский власть деп, оны жаған-жаған қарайды. Ол кезінде 90 жылдары либерал журналистер айтты да, настолько миға кіріп кетті де, не деп бастады. Ашаршылық болды ма? Болды. Ол тұр ашық айту керек пе? Айту керек. Оны істеген Сталин ба? Сталин. Әділ істеді ме? Или өтірік істеді ме? Оны зерттеу керекпіз. Әділ істесе ол қанішер. Оны емес, ана Мирзаян басқа бір істеді ме? Олар ашық айту керек. Кім істеді? Не себеппен істеді? Қағаздар қазір ашық отыр архивтегі. Соны біз ашық айту керекпіз. Бірақ жалпы социализмді немесе коммунизм идеясын біз кірлетпеу керекпіз. Мен сізге бір мысал рете айтайын. Мысалы Моцарт. Моцарт скрипкамен ойнайды ғой. Бір какой-нибудь скрипичный концерт. Білмеймін, сіз қалай айтып, мен точно ойнай алмаймын. Қазір скрипканы алсам да, пиқ-пиқ деп, бір шыңғырған бірдеңке шығады. Демек, мен музыкант емеспін. То же самое мына социализмнің коммунизм идеясы. Совет өкіметінде оны дұрыс орындай алмайтын адамдар жасады. Сол үшін миллиондаған адам қырылды, тоталитарлық режим болды, мыңдаған адам атылды. Біреу өлді, аштан өлді, біреу де атылды. Бірақ ол идеяның
кемшілігін көрсетпейді. Ол адамдардың кемшілігін көрсетеді. Конкретный адамдар соны дұрыс түсінбей, дұрыс орындалмаған. Сіз түсініңіз. Ал Европа не істеді? Швецияда, Норвегияда светский социализм, скандинавский социализм деді ғой. Орындады ма? Орындады. Қытай қазір қытайский социализм дейді. Социализм Китай специфика дейді. Орындады ма? Орындады. 10 жылдың ішінде 2012 жыл кедейшілікпен заң қабылдады. 10 жылдың ішінде 780 миллион халық бейшаралықпен және кедейшіліктен шықты. Кім оны істеген? Коммунистік партия. Халықты көтерді ме? Жағдай жасартты ма? Жасартты. Жалпы социализм деген не екен адамдар түсінбейді. Өйткені мына Ленинді мына қазір вообще халық оқымайды ғой, жастар да оқымайды, халық та оқымайды тіпті. А бірақ оқымай өз пікірін айта береді. Сіз оқыңыз. Ленин уже ауырып жатқан ғой, атқан ғой. Ауырып жатқанда письма к съезду деген хатқа, съезге хатта ол жазған. Мен орысша айтайын оны, орысша неткен. Первое, что мы должны сделать, это изменить точку зрения на социализм. Демек, ең бірінші біз социализмге көзқарасымызды өзгерту керекпіз деді. И НЭП, жаңа экономикалық политика, НЭП дейді. Соның арқасында Ресей экономикасы Совет үкіметі қатты көтеріліп кетті. Бірақ Ленин өліп қалды. И 28-29 жылы, Ленин 24 жыл қайтыс болды ғой. 5 жылдан кейін Сталин алды да бірнеше жылдың ішінде билікке келді, потихоньку. Билікке окончательно келгеннен кейін, Троцкий, Бухарин бәрі қуып жергеннен кейін, Сталин алды да басқалай жасай бастады. Коллективизация, индустриализация деді. Сол коллективизация кезде мыңдаған халық, миллиондаған қазақ қырылды. Украинада халық қырылды. Поволжье, Тамбовская область дейді, сол жерде халық қырылды. Ресейде де бірнеше облыстарда халық қырылды аштан. Қанша НЭПман ғой, кулактар деп Сібірге жіберді, каторгаға. Сол болды. Бірақ ол Ленин емес, ол Сталин. Сіз түсініңіз. Біз мысалы әрбір саяси тұлғаның, Ахмет болсын, Алихан болсын, басқа болсын, мына жазушылар, Қонаев бар, Назарбаев бар, әрбір адамға баға бергенде эмоцияға берілмей, тек тарихи факт айту керекпіз. Сонда мен кейбір адамдар Ленинді жек көретін адамдар айтады, бірақ қараңыз. Ахмет пен Алихан мен олар Ленинмен қол ұстасып қазақ автономиясы құрғанда сонда рұқсат берген кім? Мысалы Колчак бермеймін деді қазақ автономиясын. Ленин берем деді. Соның арқасында біз автономия болдық. 1936 жылы Сталин бізді союзный республика қылды. Демек біз автономия емеспіз. Сол Сталиннің арқасында 91 жылы біз егемен мемлекет болып шықтық. Мысалы Татарстан, Башқұртстан егемен емес. Олар Ресейдің ішіндегі автономия қалды. Якуттер, Тыва, Мариэл, неше түрлі. Хакасия, біздің түрік ағайындарымыз, олар автономия болып Ресей Федерациясында қалды. Ал біз союзный республика. Сол үшін біз Қырғызстан, Өзбекстан бөлек мемлекет болып бөліндік. А оны кім істеген? 1936 жылы Сталин істеді. Демек, біз бірде патрон атпай, бірде соғыссыз егеменді қалдық. Тағы бір өте бір маңызды ой айтқым келіп тұр. Қазір Украина өзінің егемендігі үшін күресіп жатыр. Қолында қару. Соғысып жатыр. Ал біз өзіміздің егемендігімізді қадірлемейміз. Неге дейсіз бе? Өйткені соғыспадық. Подарок. Тіпті олар қашан 8 желтоқсан күні Ельцин, Кравчук, Шушкевич Совет өкіметін таратып жіберді ғой. Біз тағы 8 күн күтіп 16 желтоқсанда ғана соңғы республика болып шықтық. Көрдіңіз бе? Бізге аспаннан түскен егемендік. Біз оған күрескен жоқпыз, қан төккен жоқпыз. Дәл 91 жылы. Сол үшін қадірлемейміз. Ал өзінің егемендігін қорғаған бірнеше мемлекет бар.
Ол Грузия, ол Украина қазір, ол Молдавия. Өйткені өзінің жерінің бір нелерін, бөлшектерін айырылып отыр. Түсініп? Сол үшін мен ондай тілемеймін. Бірақ қазақтарға айтарым. Соғыссыз-ақ, қан төгіссіз-ақ өзіміздің егемізді қадірлейікші. Қадірлейікші. Бірлік болсын. Егер айтады ғой, бөлінгенде бөрі жейді деп. Арамызда неше түрлі оқиғалар болса, сыртқы жаулар пайдаланып кетеді. Қазір вообще әлем өзгерді. Халықаралық құқық сақталмайды. Бұрын сақталатын, қазір сақталмайды. Біз ядролық мемлекет қарудан құтылғанда бізге Будапештский меморандум деді ғой. Сонда Украина, Белоруссия, Қазақстан бізге кепіл берді. Ядролық мемлекеттер бізге кепіл берді. Сендерде ешкім тиіспейді деп. Иә. Бірақ Украинадағы жағдайды көріп отырмыз. Бірақ көріп отырмыз. Сонда не үшін олар Ресейге санкция жасап отыр? Өйткені кезінде олар кепіл берді. Енді кепілін орындау үшін, кепіл берген мемлекет ретінде олар Ресейге санкция жасап отыр. Бірақ толық орындамай отыр ғой шартты. Бірақ толық мақсатына жетпей алмай отыр. Көрдіңіз ғой. Демек біз қазіргі тарихи дәуірде бәрі өзгерді. Көп полярды әлем болып баратыр. Батыс бірінші рөлден кетті. Демек біздің көршілеріміз күшке кіріп неше түрлі істей алады. Біз жауап беру үшін бізде мықты армия болу керек, мықты экономика болу керек, және мықты халық болу керек. Халық бірігу керек. Қазақты жік-жікке бөлу, қырық пышақ қылу кімге керек болды? Мысалы, дін осы жерде қазақты бөліп жіберді. Уахабизм деді, салафизмді кіргізді. Кімге керек болды? Қараңыз, саясатта не бар ғой? Разделяй и властвуй деп. Бөл және соны билік деп. Сонда қараңыз. Әрине ол Назарбаевқа керек болды ғой. Өйткені халықты мәдениетін құрту. Мәдениетті халық ол талап етеді. Мәдениетті халық ол биліктен сұрау мүмкін бәрін. Оны алдай алмайсың. Сол үшін хабар болсын, КТК болсын, неше түрлі сериалдар, Корей сериал, түрк сериал, Бразил сериалдар болды. Есіңіз бе? 90 жылдан бастады. Сол үшін ауыл шаруашылық құртты. Не үшін? Өйткені ауылда кім тұрады көбінесе? Қазақ тұрады. Қазақтың ауыл бесігі дейді ғой. Соны құрту үшін, оны тамырынан айыру үшін ауылды құртты. Сонда олар жерді тастап, қайда кетті? Қала келді. Бірақ қазақ қаланың адам емес. Қазір бірнеше поколение жастар қалада өсіп жатыр ғой. Жалпы қазақ ауылдың халығы, жердің халығы. Олар қалаға келіп, саясатта сөндер бар, маргиналы дейді. Кезінде Иманғали айтып еді, соған ренжіп қалды. Маргинал болып, люмпен болып қалды. Өйткені кейбіреулерге құрылыста, біреу гаишник, біреу басқа біреу істеп жүрген, ал заводты қазақтар әлі де аз. Тіпті заводтар құрып кетті. Өйткені заводта істеген неміс пен орыстар кетіп қалды. Инженер, токарь, фрезеровщик әлі аз. Ең көбі құрылысшы және электриктер. Токарь табылышсы, мықты токарь, 6-шы разряд. Қолымен ракетаның головкасын жасайды, микронға дейін. Әне, Алматыда, АЗТМ-де, завод Кировда бәрі бұл жасады ғой. Қайда оның бәрі? Пенсия кетті, өліп қалды салдар. Біреулер кетіп қалды. Оның орнына біз қазақ халқы ретінде инженерлік кадр дайындадық па? Дайындамадық. Өңкей юрист, таможник, сот, прокурор. Өйткені сол арқылы халық көріп отыр. Таможняда істесең бай боласың, прокурор болсаң бай боласың, сот болсаң бай боласың деп. Немесе шенеунік боласың. Немесе шенеунік болсаң бай боласың. А неге шенеуніктің жалақысы кішкентай? Демек, халық қабылдап отыр. Шенеунік боласың, жемқор боласың, жемқорлық арқылы байысың. Бүкіл туысқандардың жағдайын жасайсың. Әйелдері сразу талантты кәсіпкер болып кетеді, миллиондаған тендер алады. Көріп тұрсыз ғой. Демек, халық осы қылмыс идеяны қабылдады. Қарсы шыққан жоқ. Көріп тұрсыз бе?
Сонда қолдан келген адамдар кіріп кетті, қолдан келмеген ол көпшілік зардап шегіп отыр. Иә, зардап шегіп отыр және сынап отыр. Әне сынап отыр. Қолынан келмегеннен кейін. Иә, қолдан келмегеннен кейін. Типа көрермеушілік. Жақсы. Енді біз мемлекет ретінде біз әділетті қоғам құру керекпіз. Әділетті қоғам нету үшін адам өзінен бастасын. Мен тағы да айтамын, өзінен баста. Сен әділеттісің бе? Туысқандарымен, әке-шешеңмен, балаларымен, жұмыстағы әріптестермен әділеттісің бе? Тіпті бағана айтқандай КСК-да, чатта сен қоқысты дұрыс мусорный бакка апарасың ба? Мен кейде көрем, жолда жатады пакеттер. Сонда қиын ба 200 метр мусорный бакка апарсуға. Ол мәдениет қой. Соны істеп отырған кім? Өзіміздің Қазекем. Түсініп тұрсыз ғой. қтж-ны 12 миллиард доллар қарызға тыққан Асқар Мамин екен. Ол кісі кеткеннен кейін осындай борышы бар екені анықталыпты. Бірақ Асқар Мамин қазір ат үстінде. Олимпиадалық комитетті басқара ма? Қазақстан хоккей федерациясын басқарады деп білеміз. Тиісті жазасын алуы мүмкін бе? Мысалы, енді ол бірақ мысал, ондайлар көп. Менің ойымша компромисстік вариант болады. Кейбір олигархтар, кейбір чиновник, премьерлі болған адамдар жазаланады, кейбіреулері жазаланбай қалады. Өкінішке орай, бірақ солай. Конкретно Асқар Мамин жазалана ма, мен білмеймін. Өйткені КТЖ-ден басқа неше түрлі бұлықтары бар ғой. Дәрмен жағынан, басқа жағынан. Ковидтің кезінде ма? Ол жағынан. Әлі де қараңыз. 100 теңге тұратын дәрі 1000 теңге тұрады. Оны жасап жүрген фирмалар кімге бағынады? Зерттеп көрсін. Көрдіңіз бе? Жақсы. Ертісбаев Қуандық Бишімбаевты ашық қолдады ма? Ашық қолдады ғой. Айтты ғой. Ол жазалансын, бірақ басқалай жазалансын. Ол заң жағын айтып отырды ғой. Да өлсе де, бірақ презумпция әлі бұлай заң жағына ол дұрыс айтып отыр. Сот шешімі шыққанша ешкімді кінәлі деп айтуға болмайды. Иә, қылмыскер деп айтуға болмайды. Қылмыскер деп айтуға болмайды. Бірақ дәл осы случайда міне әйелі өліп қалды. Міне ол өзі айтып отыр, мен оны өлтірдім деп жауап отыр. Кадрлері бар. Міне бәрі айтып отыр, осылай болды, олай ұрғаны бәрі бар. Әлі сот шешім шықпаса да, халық өзі шешімін шықты. Қуандық өзінің әйелін салтанатты өлтіргенін. Ал арғарай, с особой жестокостью, умышленно, не умышленно, это статьяларға байланысты. Мен түсініп тұрмын ойларын. По неосторожности болса, әдейі емес. Ұрды, ол өліп қалды. Сонда там 7 жыл ма, 12 жыл ма? Жеңіл жаза. Жеңіл жаза. Ал особой жестокостью умышленно мен келдім, сол күні мен әйелімді өлтіру керекпін, дайындадым, пышақты қайрадым, жіптерді етіп асайын дедім десе, онда әдейі істелінген нәрсе. Қасақана жасалған нәрсе. Сол үшін мен түсінем. Кейбір Ертісбаев айтқан сөздерін түсініп тұрмын. Ол не үшін айтып отырғанын, қандай ой жеткізіп отырғанын. Отырса отырсын, бірақ басқа статьямен дегендей. Түсініп тұрсыз ба? Бірақ менің ойым басқа. Біз партия ретінде ешқандай осындай қылмыстарға кіріспеу керекпіз. Неге? Біздің одан да неше түрлі идеяларымыз бар. Социализм идеясы, ауыл шаруашылық көтерейік. Қалай халықты дамытайық? Мысалы, көп бала аналардың жәрдемақысын қалай істейік? Мүгедек адамдардың жәрдемақысын көтерейік. Әлеуметтік кодекс бар. Сонда қандай келіспеушілік бар бізде? Сол туралы айтайық. Демек, біз одан да маңызды. Өйткені неше түрлі қылмыстар бар. Өйткені былай қарасаңыз, дәл осы тарапта 200 мыңдай МВД-да 200 мыңдай тіркелген не бар екен, өтініш бар екен. Жалпы семьяда болып жатқан ұрат, тебет, өлтірет дегенде 200 мыңдай өтініш бар екен. Іс қозғалған. 5-ке көбейтейік. Өйткені статистика бойынша 20%-ін айтады.
мысалы 10 таяқ жеген қатынның 22 айтады, 8 үндемейді. Кеше салады, немесе шыдап жүреді. Немесе қорқат айтуға. Қорқат айтуға. Демек, миллионға дейін. Былай, статистика болды, да? Ол үлкен проблема. Сол проблеманы көтерейік. Семейный бытовой насилие дейді. Иә. Жанұяда болып жатқан қылмыстар туралы. Сол мәселені көтерейік. Жалпы, конкретно Қуандық Бишімбаев емес. Осындай мәселені көтерейік. Халықтың құқын қорғайық. Мәселе сонда болып тұр ғой. Өйткені персонально бір адамды қорғау, сол үшін қоғам жаман қарады. Өйткені Бишімбаев Назарбаевтың адамы болды, ол кезінде сотталған. Ертісбаев та Назарбаевтың адамы. Сол үшін бір Назарбаевтың адамы, екінші Назарбаевтың адамы қорғап отыр деп. Осының бәрі бүкіл партияға біздің партиямызға кір келтірді. Түсініп тұрсыз ба? Олар мені партиядан шығарып жатыр ғой. Ты нанес ущерб репутации партии деп. Менің ойымша мен емес. Менің ойымша ең біріншіден Ертісбаев бірнеше рет партияның репутациясына кір келтірді. Сіз 19 наурызда шықтыңыз ғой партиядан? Мен 19 наурызда партиядан шыққан жоқпын. Қазір де шыққан жоқпын. 19 наурызда олар мені қызметіңізден босатты, иә? Қызметіңізден бюроның отырысында босатты. Иә. Бірақ біздің устав бойынша бюроның отырысында кадрлық мәселелер шешілмейді. Мен өз келіспегімді айттым. 19 наурыздан бері 3 ай өтті ғой. Неге осы уақытта үндемей жүрдіңіз? Сіздің міне шығып жатқаныңыз енді ғой. Битке ренжейін деп тон дөртемеу керек қой. Түсініпсіз ба? Жоқ, түсінбедім. Битке ренжейін деп тон дөртемеу керекпіз. Сол үшін мына бірнеше адам уставты бұзып, менен өшін алып, менен құтылғанына мен партиядан кеткім келмеді. Мен халыққа қызмет еткім келіп тұр. Әлі де. Жай ғана қызмет ету емес, именно социализм, қазақтың социализмін құрайық, қоғамды өзгертейік. Сол үшін мен қоғамға, халыққа, әрбір азаматқа осы идеяны таратқым келеді. Партияның қатарында болып. Түсінікті. Ал 21 маусымда партияның 20 жылда болғанда мен филиалдардан, аймақтардан хабарлай бастады. Ренжіп, звондап, сізге көрсеттім ғой бағана. График бойынша 3 минуттен, 5 минуттен звондап, бірнеше қыз отыр, орготделдің бастығы отыр. Құттықтаймыз дейді. Болды. Рахмет. Болды. Партияның 20 жылдың осылай өткізе ме? Съезд қайда? Концерт қайда? Медаль бірдеңке қайда? Мына ғылыми партиялық конференция қайда? Сонда біз ғылымдарды шақырып, басқа көрші мемлекеттерден, Қытай болсын, Ресей болсын, Европада неше түрлі социалистік партия көп, Германиядан бастап. Солардың делегациясын шақырып, партияның конференция өткізейік. Неге оны істемейміз? Оның орнына бір сорлы, бишара 5 минуттық зум арқылы құттықтау. Сонда халық айтады, ақша қайда дейді. Сонда мен жынданып кеттім. Ол рас. Сонда бүкіл партияның ақшасы өзінің жеке меншік YouTube каналына кетіп жатыр. А ол партияның ақшасын тонау деген. Түсініп ба? Өйткені ол понятно, ол өз қалтасына емес. Ана YouTube каналда істейтін 20-дан астам жұмысшы бар ғой. Солар жалақысы жылына 25 миллион шығады, айына. Бір жылда 300 миллион партияның ақшасы сол YouTube каналдың адамдарына кетті. Жалақысына кетті. Осы уақытта филиалдағы адамдар қайыртілеп жүр. Ауданда, мысалы, Алматы облысы қараңыз. Анау Кеген, Нарынқол бар, басқа аудандар бар. Соны аралау үшін бензин керек. Бензинге ақша кейде береді, кейде бермейді. Тіпті офиста қағаз алуға ақша өз қалтасына алады. Кейбір дөңгелектер шара өткізу үшін өздеріне қалтасынан ақша алады. Сонда айтады, мен зарплат алам дейді. Сол зарплаттың жартысын партияға іс-әрекетіне тастаймын дейді. Ол дұрыс емес қой. Ол еңбекші зарплат алып, өз жанұясына, өзіне бір киім алып, бірдеңке жағдай жасамай ма? Түсініп тұрсыз ғой? Түсінікті. Ол дұрыс емес. Сосын бірнеше филиалдарда төрағалар жалақы алмайды. Айтады, сен кәсіпкерсің, сен онсыз келеді дейді, сөйтеді. Ол әділеттікке жата ма? Жатпайды.
сосын штаттарды қысқартады. Бұрын 4 адам істейтін, қазір кей жерде 2 адам, кейде 1 адам, кейде 3 адам. Ол штатты қысқартады, соны эконом жасаған ақшасын бәрі өзіне кетеді. Бұл әділеттікке жата ма? Жатпайды. Сонда қарапайым халық оны білмейді. Мен де оны білмеген. Сосын қарасам, штатты қысқартып отыр. Өзге айтады, ақша жоқ, ақша жоқ. Қалай ақша жоқ? Бірінші қаңтардан бастап тағы да ай сайын 16 миллион, бірдің 75 миллион партия алатын. 16 миллион қол. Демек 91 миллион аламыз. Демек аудандық филиал құру керек. Тағы да нету керекпіз. Кім береді 91 миллионды? Мемлекет. Өйткені партия парламентке өткен партия ең төменгі жалақының бұрын 70 мың болды ғой. Ал бірінші қаңтардан бастап ол 85 мың болды. 3%. Бұрын 2100 болған. Қазір өзгеріп кетті. 2009 мың кетті. Ай сайын 91 миллион теңге бөлінеді. Бөлінеді ай сайын. Сонда сол 91 миллионды ол жалақыға, анау мынаға іс-шараға нету керек. Көрдіңіз бе? Бұрын ол мемлекеттен келген ақша көбейсе де олар штатты қысқартты, ақша жоқ деп айтып отыр. Сонда сұрақ туады, ақшаға да кетті. Соны сұрасам, менен құтылғысы келеді. Мені аузын жауып кетті. Мені бірнеше филиал қолдады. Солар 2 күннен кейін алды да жұмыстан алып тастады. Приказбен. Ол тіпті заңды бұзған нәрсе. Өйткені сіз түсініңіз, бұл қоғамдық ұйым, ол саяси партия. Бізде адамдар сайланады, конференцияда сайланады. Егер сен облыстық филиал төрағасын жұмыстан алғың келсе, сол облыста конференция, партийный конференция, барлығы қатысады. сол партияны айтамыз, мына Жамбылды жұмыстан аламыз да, оның орнына Асхатты қоямыз. Кім за, кім против? Сол қол көтеріп, оның орнына бұйрық шығарады. Бұйрық шығарады. Әлде түсінбей ме, әлде заң білмей ме, әлде мына культ личность дейді ғой, бас айланып кеткен бе? Ескі тәсілмен жұмыс істеп үйреніп қалған адамдар ғой енді. Қарсы шыққан адам аузын жауып қуып жүру. Демократия қайда? Әлде халықты мал санай ма? Халықтың тілі жоқ, үні жоқ, позициясы жоқ, намысы жоқ деп ойлай ма? Мен онымен мүлде келіспеймін. Осындай ескі тәсілдермен істейтін адамдар партиядан кету керек. Партиядан кету керек. Сіркеге қатысты, битке қатысты айттыңыз ғой жаңа, туымды жақпаймын деп. Сонда менің түсініп отырғаным, яғни сізді кетіріп отырған 5-6 адам ғана, бірақ партия мүшелері, барлық филиалдардың көбі деп айтайық, сізді қолдап отыр, солай ғой? Иә. Олар менімен хабарласып отыр, бірақ кейбірлері төрағалар айтады, әшеке ренжіме, бірақ біреулер кәсіпкер, біреулер не айтады. Мен қазір, давай сен өзің күрес, өзін жен, сонан кейін мен сені қолдаймын. Қолдайды, бірақ жасырын түрде, ашық айта алмайды. Ашық айта алмайды. Мен оларға сен қорқақсың, сен сондай намыссызсың деп айта алмаймын. Қанша пайыз қолдап отырсыз? Бәрі Че Гевара болмау керек қой. Біреулер алдыда, біреу артта келеді дегендей. Қанша пайыз қолдап отырсызды? 20 филиалдан 15-16 қолдайды. Жасырын түрде. Жасырын түрде. Ашық қолдап отқан қанша, бір 4-5 бар ма? Ашық қолдап отырған 3-4 бар. Олар жұмыстан алып тастады. Жақсы. Жақсы. Енді мынаны айтыңызшы. Қазіргі кезде жұмысымен сіздің көзіңізге түскен министрлер немесе әкімдер бар ма, облыс әкімдері? Жақсы жұмыс істеп жатыр деп айтатындай. Қазіргі әкімдерді қазір және әкімдердің аттарын да білмейсің. Бұрын әрбір әкім бір Асқар Тау сияқты болған. Тұлға. Айтам ғой. Кейбірлері тіпті жаман жағынан көрінсе де, бірақ тұлға. Мысал. Бердібек Сапарбаев, Иманғали Тасмағамбетов, Қырымбек Көшірбаев, Даниял Ахметтің өзі, тіпті Нұрлан Ноғаев, мықты жігіт. Оралда да істеді, мықты, Атырауда да істеді, жер митинг кезінде қорықпай шықты халыққа. Маңғыстауда да істеді, халыққа шыққан адам, Нұрлан Ноғаев. Мықты жігіт. Өзі мұнай саласына бұрыс деген. Қазтұрк, мен оны 90 жылдарын білем, Қазтұрк мұнайда істеген. Бақтықожа Салахаддиновпен бірге, Илмұхамбетовпен. Түсінесіз бе? Мықты адамдар болды. Қазіргі әкімдердің сапасы төмендеу ме,
ұсақтау ма, мүмкін уақыт керек шығар, калибр төмендеу ме кішкене. қалыптасу үшін уақыт керек шығар мүмкін. Қараңыз, осындай кезде қалыптасу үшін деген әңгіме болмау керек. Сен әне барсың немесе жоқсың. Түсінсіз бе? Сен мектепте жүрген не емессің ғой? Сен әкім, бүкіл облысты басқарасың. Сен облысты басқарсаң, сен тұлға болу керексің. Түсінсіз бе? Министрлерге қатысты айтып отырыңызшы. Министрлер, енді бірнеше мықты министрлер бар шығар деп ойлаймын. Бірақ тағы да енді айта алмайсыз. Нақты. Осы дейтіндей. Әлеуметтік блокқа менде көп мысалы претензиям бар, сұрақтарым бар. Өйткені олардың жауаптары ақша жоқ дейді. Бірақ менің ойымша, егер ол экономика министрлігін, басқа финанс министрлігін жұмыс істесе дұрыстап, ақша да болады, бәрі де болады, салық та болады, дұрыс жиналады. Өйткені халықтың жағдайын олар қарамай отыр. Халықтың мүддесін қорғамай отыр. Тамара Дүйсенова ғой енді әлеуметтік блокқа жауапты. Тамара Дүйсенова енді ол бұрыннан бері істеп жүрген адам ғой. Кезінде Назарбаев айтса да, Тамара шаршадың ғой, кетті деп. Содан қайтып келді ғой. Негізі ол кісі енді мықты маман деп ойлаймын. Бірақ әңгімелері бір, бюджетте ақша жоқ дейді. Менің ойымша басқалай болуы мүмкін. Егер басқа адамдар келсе. Жалпы мен сізден пайдаланып айтайын. Тоқаев 2022 жылы қаңтар өтті ғой. 16 қаңтарда бүкіл жинап сөйледі ғой кісілермен. Сол кезде айтты, бір партияның монополиясы болмау керек. Бір партияның. Сосын осы ойды ол бірнеше рет, бірінші қыркүйекте де айтты, халық үндеуінде, депутаттармен кездескенде бірнеше рет айтып жүрді, 2 жыл айтып жүрді. Болашақ үкіметте бірнеше партияның адамдары болсын деп. Болашақ үкіметте. Түсінсіз бе? Демек, үкімет коалициялық болу керек. Аманаттың адамдары, Ақжолдың адамдары, Халық партиясының адамдары, республиканың адамдары, кім? Ауыл ма? Ауылдың адамы, ауыл шаруашылығы болсын. Біздің партия әлеуметтік министр болсын. Республика партиясы экономика барсын, мысалы. Ақжол партиясы финанс барсын, мысалы. Аманат, министр обороны, анау-мынау болып жүрсін. Түсінсіз бе? Бөліну керек. Әрбір партиядан бірнеше министр болу керек. Тек қана депутаттар емес? Тек қана депутаттар емес, үкіметті коалиция болу. Осы ойды Тоқаев бірнеше рет айтты. Бірақ үкімет құрылғанда ол орындалмады. Тек қана мына естідім, Светлана Жакупова ауыл партиясына мүше ме деп. Рас па өтірік пе оны білмеймін. Ол одағында болған дегенде, типа формально тіркелген бе, шын ауыл партия, бірақ қатысқандай оны ауыл партия. Жақсы. Асхат Зейноллаұлы, ірі-ірі кесек-кесек ойларыңызды айттыңыз. Енді оны түсінетін де бар, түсінбейтін де бар. Менің өзім де мысалы еңсем езіліп ауыр қабылдадым. Тура айтқан туғанына жақпасты. Қазірде мені естіп отырған халық кейбірлері мені жамандауы мүмкін. Кейбірлері мені жек көруі мүмкін. Өйткені естисап бірінші эмоцияға беріліп, мені жамандауы мүмкін. Мен түсінемін оны. Мен ренжімеймін. Оған дайынсыз. Бірақ оларға айтарым. Осы сұхбатты тағы да бір екінші рет көріңіз, үшінші рет көріңіз. Ойланыңыз, қандай ойды мен сізге жеткізгім келді. Қандай ойды жеткізгім келді. Тарих жағынан, басқа жағынан қандай ой жеткізгім келді. Менің бірақ қана арманым да, мақсатым да бар. Қазақстанды егемен мемлекет ретінде сақтап қалу. Өйткені қауіп көп, өмір өзгерді, ешқандай кепіл жоқ. Сол үшін сіз бағана сұрадыңыз ғой вариантты. Мен айттым пессимистік. Пессимистік варианттың бағана себептері көп. Сол үшін ол болып қалмас үшін біз ешқандай тіл мәселесі, ұлт аралық мәселесі, басқа мәселесін көтермеу керекпіз. Біздің
жауларымызға сылтау бермеу керекпіз. Бірігу керекпіз. Нағыз интернационалды, көп халықты, көп этносты халық, мейірімді халық болу керекпіз. Сонда ғана көршілермен сауда жасап, тату тәтті тұрып, сонда ғана жақсы болады. Ал тек қана мен деп бір мақсатты жетем деп, басқа ертең сол айтылған сөз қалай қайтып келеді екен ойламасаң, ол топастық демей қойын, ол таяздық деп айтайын. Жақсы. Рұқсат болса қорытындылайық, онда аяқтайық сұхбатымызды. Сізге рахмет келгеніңізге. Енді әлі де мынау сіздердің партиядағы текетірес не болатынын әлі бақылаймыз. Болашақта көре жатайық. Және тағы да мүмкін сұхбаттасамыз. Соның нәтижесі бойынша ма? Сізге көп рахмет. Әлі де айтарыңыз бар сияқты. Сізге көп рахмет. Партия жайында бір сөз айтайын. Егер осы партияда бәрі бұрынғы тәсілмен өтіп кетсе, және партия, қарапайым партия мүшелері үндемей жұтып қалса, ол да бір біздің қоғамның бағасы деп ойлаймын. Демек, біз әлі піспедік, демек, біз әлі төмен деңгейде екеніміз дәлелдейді. Демек, сонда мені қуғындаған адамдар қолдарын етіп, қуанып, көрдің бе, біз жеңдік деп айтса, ол бүкіл халықтың жеңілгені. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Сәттілік. Қадірменді көрермен, осымен аяқтаймыз. Тен қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қолдай отырыңыз, пікір жазыңыз және үліп-үлді басыңыз.